Қазақстанда кейінгі бір айда тәуелсіз медиа жобалар мен блогерлердің әлеуметтік желідегі парақтары, сайттары кибер шабуылға ұшырап жүр. Олар мұны қасақана ұйымдастырылып жатыр деп есептейді. Саяси тақырыпта контент жасап, қаңтар оқиғасы соттарынан хабар таратып жүрген блогер Дидар Қайыровтың Instagram парақшасы кейінгі бір айда 4 рет өшірілген. Төртеуінде де аккаунт жұмысын тоқтатты деген хабарлама шыққан. Қайыров Instagram әкімшілігіне шағым түсірген соң, ереже бұзбаған екенсіз деп парақшасын қайта қосып берген. Оның пайымдауынша, бұл қасақана ұйымдастырылып отырған шабуыл. Қатарынан 25 күн ішінде 4 рет осындай жағдай орын алғаны ол мен кибератака деп санаймын. Себебі Instagram жалпы ол платформа мета беталды аккаунттарды беталдан өйтіп өшіре бермейді. Ол TikTok сияқты емес. Парақшамды емес, посттарымды өшіріп тастаса, ескерту келсе, мен оны түсінетін едім. Блогер парақшасының бұғатталғанын оқырмандарына айтқан соң, аты жөні арабша, ағылшынша жазылған түрлі фейк аккаунттар жекесіне хат жаза бастаған. Әлдекімдер оның атынан фейк парақша ашқан. Мемлекеттік сатып алудағы заңсыздықтарды жазатын Протенге жобасының Instagram парағы да кейінгі бір айда 4 рет бұғатталған. Мұны цензура деп бағалаған олар құзырлы органдарға шағым дайындап жатқанын мәлімдеді. Меня зовут Асхат Ниязов, я журналист. Как ваши дела? Кибер шабуылға ұшыраған медианың бірі өңірлердегі проблемаларды көрсетіп, әкімдермен сұхбаттасатын Абажаю жобасы. 30 желтоқсанда жобаның Telegram каналын әлдекімдер бұзған. Авторы журналист Асхат Ниязовтың әйелінің және көмекшісінің Instagram парақтары бұғатталған. Ал 2 күн бұрын Абажай YouTube арнасындағы видеоларға ағылшын тілінде жатқан жерің жайлы болсын деген мағына беретін 4000-ға жуық пікір жазылған. Помимо всего прочего, куда-то делись рекламодатели почему-то. Бұдан бөлек жарнама берушілер де сап тыйылды. Мұны жылдың соңында сондай болады деп жылы жауып қоюға болар еді. Бірақ бізде коммерциялық түсірілім жасауға трансформаторлық зауытпен келісімшарт болған. Соны түсіруім керек еді. Соңғы сәтте олар хабарласып, келісімді бұзғандарын айтты. Мұның немен байланысты екенін білмедім. Қазақстанның ақпарат министрлігі журналистерге кибер шабуыл туралы ресми мәлімдеме таратпады. Азаттық тілшісіне министрліктің баспасөз қызметшісі ресми хатпен сауал жолдаңыздар деп жауап берді. Ал сөз еркіндігін қорғаумен айналысатын Әділсөз ұйымының 15 желтоқсандағы есебінше, былтыр елде түрлі бақ пен журналистерге 31 рет кибер шабуыл жасалған. Ұйым өкілі мұны сөз еркіндігін шектеу, журналистерді қорқыту деп атады. Біз әрекет жасап, белсенді болуымыз керек, және бұл тұрғыда кешенді шаралар қолға алынуы тиіс. Мұндай шабуылдарды жалғастыру мүмкіндігін дереу шектеу қажет. Яғни заңды шаралар қабылдануға тиіс. Мысалы, қазір әзірленіп жатқан цифрлық кодексте мұны ескерген жөн. Қылмыстық және әкімшілік кодексте де өзгерістер енгізу қажет. Қазақстан конституциясында цензураға жол жоқ екені анық жазылса да, билікті сынайтын саяси бұқаралық ақпарат құралдары жиі бұғатталып, кибер шабуылдарға ұшырайды. Freedom House халықаралық ұйымы өз есебінде Қазақстанды ұзақ жылдан бері интернетті еркін емес мемлекеттер қатарына қосып жүр.